Senin cumağın. Şamaldan belek. Karаңғы түн. Күр-күр. Чарт-чұрт. Күн күркіріп, чағылған чартылдап, қатуу шамал башталды. Дуылдаған қатуу шамал бақтардың бұтақтарын сындырып, жерде жатқан бұйымдарды асманға көтерді. Тарс-тарс, қарс-құрс. Қорқу қаю Қойнектің үйіне кіре қашты. Мен қорқып жатам, деді ал. Қорқпа, біраздан кейін шамал басылады, деді Қойнек. Қалтырап қорқып келген аюны соратты. Таң атты. Аларға келпі келіп, ешікті қағып мындай деді. Қарағылачы, кечеге түнгі шамал ұшырып келген ғой. Қойнек менен аю көздерін ұшалап қарышса, қоруды чоң жолық, топ, сабис, бейсбол таяғы, ашқабақ, помидор, әрқайсы жақтар чачылып жатқан екен. 3 дос бұйымдарды чоғылтышты. Бұлар қайдан ұшып келді екен? Деп кірпе таң қалды. Бұларды емне қылабыз? Деп сұрады аю. Үшеуміз бөлісіп алалы, деді кірпе. Келгіле, әрбіріміз өзімізге жаққан түстегі бұйымды алалы. Мен қызғылса біз менен ашқабақты алам, деді кірпе. А мен болса өзімнің көзіме оқшаш қызыл жолық менен помидорды алам, деді Қойнек. Анда маға сары топ менен бейсбол таяқ қалады екен да. Мен негізі сары түсті жақтыра бербейм, деп аю қапалана түшті. Анда келгеле, сыртқы түзілішіне жараша бөлелі. Мен сүйрі форманы жақтырам, деді Қоян. Мен болса тегеректе жақшы көрім, деді кірпе. А мен болса төртбұрыштық форманы жақтырам, деді аю. Ошентіп сүйрі сабис менен бейсбол таяғын Қойнек алды. Тоғылық топ, ашқабақ менен помидорды кірпе алды. Төртбұрыштық жолықты аю алды. Балдар, келгіле, топ ойнайлы, деді кірпе сары топты тұғылытып. Ура! Абдан қызықты ойын болыт. Үшеу топ менен ойнап жатышқанда аю. Менің қардым ашты, деді. Менің да қардым ашты. Менің да, дешті кірпе менен Қойнек. Ошол самат 3 досқа жақшы ой келді. Ең сонын 3 дос бұйымдарды қайрадан жоғалтып, жей тұрғанын өзінше, жана жебей тұрғанын өзінше бөлішті düştü. Жей тұрғандар помидор, сабис, ашқабақ. Ал эми жебей тұрғандар топ, жолық, жана бейсбол таяғы. 3 дос қазанға помидорду, сабисти, ашқабақты салышты. Сорпа бұрқылдап қайнап, даамды жұт бұрқырады. Құр, 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 деп 3 досын іші құрылдап жатты. Мына эми сорпыда бышты. Шор, шор, маймаң, маймаң, құлт, құлт, деп тамақ жей башташты. 3 дос қорудығы көк чөп қойып, жатып ес алмай болышты. Көк асман бір да бұлтсыз, чайыттай ашық еле. Көзім күнден ұялып, қарай албай жатам, деді аю көзін жүріштіріп. Күнден нұрын қалқалаған бұлыт болса, қандай жақшы болады еле, деді Қоян көзін құлағы менен жап. Келгіле, шамалы жүріп келген жолық менен күнден қалқаланабыз, деді кірпе. Тура, тура, айтат кірпе досыбыз, дешті Қойнек менен аю башын екеп. 3 дос бақтың бұтақтарын теріп келіп, тегінен орнатып, жолық менен үстін жап, чатыр жасап алышты. Күнден қалғалаған чатырдың içi жылу еле. Аю үргіліп жатып, тез еле ұйықтап қалды. Қоян менен кірпе аюға жөленген бойынша ұйқыға келішті. Достар тынч жана бейпіл ес алышты.